Үш көбелек ертегісі. Ерте заманда, жаздың шуақты күндерінде алаңқайда апалы-сіңлілі үш көбелек тату-тәтті өмір сүрген екен. Олардың біреуі ақ, екіншісі қызыл, үшіншісі сап-сары болған. Көбелектер гүлден гүлге қуана ұшып-қонып, өмірлерін көңілді өткізіпті. Бір күні аяқ астынан аспан бұлттанып, тасыр-тұсыр етіп жаңбыр жауып кетеді. Көбелектердің қанаттары дымқылданып, әбден су болып, қайда тығыларын білмей дал болады. Ал нөсер жаңбыр тоқтар емес. Малмандай су болған көбелектер паналайтын жер іздеп жүргенде Лалагүлге келеді. Лалагүл, бізді жаңбырдан құтқаршы деп өтінеді көбелектер. Лалагүл оларға: жарайды, ақ көбелектің түсі маған ұқсайды екен, мені саяласын, ал қызыл, сары көбелек басқа жерге барып тығылыңдар дейді. Мұны естіген ақ көбелек ренжіп: менің апаларым су болып жүргенде, жалғыз өзім сенің саяңда қалай жайбырақат отырамын? Оларды да паналата алмасам, онда мен де отырмай-ақ қояйын деп ұшып кетеді. Үш көбелек ұшып келеді. Жаңбырдың да қоятын түрі жоқ. Қараса, үлкен қызғалдақ гүлі өсіп тұр екен. Қызғалдақ, мүмкін болса жаңбыр тоқтағанша біз сенің ығына тығыла тұрсақ бола ма дейді көбелектер. Сонда қызғалдақ: қызыл көбелек маған ұқсайды, соны алайын қалқама, ал ақ көбелек пен сары көбелек басқа орын іздесін дейді. Бұған ренжіген қызыл көбелек: сен менің апаларымды қабылдағың келмесе, маған да көмектеспей-ақ қой, тоңсақ бірге тоңайық деп ұшып кетеді. Олар ұшып келе жатқанда, алдарында өсіп тұрған үлкен сарғалдақ гүлін көріп, оның жанына барып: о, тамаша сарғалдақ, жаңбыр тоқтағанша сені ықтай тұрайықшы деп өтініш жасайды. Сарғалдақ: жарайды, мен өзім түстес сары көбелекті жаңбырдан қорғай тұрайын, басқаларың өзге жер іздеңдер деп жауап қайырады. Жоқ, сен менің апаларыма көмек бере алмасаң, мен де сені паналамаймын, одан да су болғанымыз артық деп жауап беріп ұшып кетеді. Көбелектердің бұл сөздерін бұлттың әр жағында тығылып тұрған күн естіп қалады. Күн көбелектердің өзара татулығына, ауызбіршілігіне қуанады. Оларға көмектесуге шешім қабылдайды. Күн бұлттарды ыдыратып жіберіп, аспанға жарқырап шыға келеді. Жылы шуақтарымен көбелектердің су болған қанаттарын кептіріп, алтындай сәулелерімен арқаларынан сипайды. Қуанған көбелектер қанаттарын шаттана қағып, қайтадан көңілденіп, алаңқайдың көркін кіргізіп, әрі-бері ұша бастайды. Бірақ бұдан кейін олар ешқашан Лалагүлге, қызғалдақ пен сарғалдақ гүлдеріне қонбайтын болыпты. Бірлік бар жерде тірлік бар деген сөз осыдан қалса керек, балалар. Ал егер нағыз достарың болса, олар тек осындай қиындықта сыналатынын біліп қойыңдар. Үш көбелек ертегісі әлем халықтарының ертегілері кітабынан. Құрметті ата-аналар, ертегі ұнаса лайк басып, каналға тіркеліңіздер.